Қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін біз үй жағдайында безе жасайтын боламыз. Және де өте жеңіл, жұмсақ, ауызда еритін безе жасаймыз. Мен өзім рецепттерді алдын ала дайындап алдым. Ақуызымызды осылай бөлеміз. Және де құмшекер және картофельді крахмал. Менде картофельді крахмалды құмшекерге жақсылап араластырамыз. Бәрін араластырып болған соң, менде планетарлық миксер. Ол миксеріңіз құрғақ болу керек, ешқандай су тимеу керек. Және ақуызды бөліп жатқанда да су болмау керек. Құрғақ ыдыста бөлу керек. Қазір мен өзім планетарлық миксерімді қосамын. Және де сіздер үй жағдайында да қолмен істейтін миксерлеріңіз бар, сонымен де жасасаңыздар болады. Мен бірінші ақуызымды құямын, ақырын айналдырамын. Мен тұз болмаса лимондық кислота салмаймын. Өзі жаңағы айналып көпіршейді. Қазір өздеріңіз қарағандай осындай болып көтерілген кезде сіздер ақырын 5-6 бөлікке бөліп саласыздар, қорықпаңыздар. Бұл өйткені тура шығатын рецепт. Осылай мен жақсылап белокты араластырып алдым планетарлық миксермен. Осылайынан ақырын өзі араласады. Міне осындай бүйтіп көтеріліп келе жатқан кезде ақырын мен пәситемін. Пәситіп болғаннан кейін үлкен ас қасықпенен бөліп салып тұрдым. Осылайынан бөліп салып тұрасыздар. Бұл ақырын скоросты көбейте бересіздер. 10-15 минут жақсылап араластырамыз. Сіздің массаңыз плотный масса болғанша бұны біраз көп араластыру керек. Сол кезде біздің массамыз жақсы тығыз болып көтерілген кезде сіздердің безелеріңізде жақсы көтеріліп шығатын болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай ақырын скорост көбейтеміз. Бұл жерде әлі дайын болған жоқ. Қазір көресіздер, дайын болған кезде осылайынан жоқ дегенде максимум 10-15 минут айналуы керек. Сіздер өздеріңіздің миксерлеріңізге байланысты осындай, міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай венчикке бүйтіп бәрі жабысу керек. Бүйтіп көріп тұрсыздар ғой, масса қалай. Енді массамыз дайын. Мен өзім печканы алдын ала қыздырып қойдым. Мінеки, қазір біздің белогымыз алынатын болады. Міне қарап тұрғанса, қазір мен сіздерге көрсете кетемін. Осылай венчикті алған кезде бүйтіп басында қатып тұру керек қой. Бүйтіп қисаймау керек. Міне көрдіңіздер ме? Көріп тұрғандарыңызда осылайынан өз формасын ұстап тұру керек. Сол кезде сіздің массаңыз дайын болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай плотный болып тұр. Менде алдын ала осындай насадкамды дайындап алдым. Насадканы қолдарыңызға ыңғайлы болса, байынан ұстасаңыздар да болады. Мен арнайы осындай ыдысқа саламын. Бұндай ыдыс болмаса да банкіге салсаңыздар болады. Мен қазір өзімнің печкам қызып тұр. Пергаменттік бумагамыздың бәрін мен дайындап алдым алдын ала. Қазір мен насадкаға формамен формасын құйып неге қоямын ғой. Сол кезде печканы мен 110 градусқа қойып қоям. Алдын ала қыздырып аламын. Енді сіздер осылай істегендеріңіз дұрыс болады деп ойлаймын. Өйткені сіздердің безелеріңіз сол кезде өте жақсы әдемі болып шығады. Менде осындай насадка, өздеріңіз білесіздер қандай насадка бар, сондай менде жасай берсеңіздер болады. Мен әшейін осылай сізге 2 түрін көрсеттім. Менде осындай обычный формада жасадым. Міне өздеріңіз сығылып тұрған кезде көріп тұрсыздар ғой, форма осындай, масса осындай болу керек, формасын ұстап тұру керек. Безе құйылған кезде көрдіңіз ба, ағып та кетпейді,
өте плотный өзінің несін көріп тұрсыздар. Мына жерде масса бір қалпы келіп шыққан. Енді дайын болды. Печкаға апарып қоямыз. Мен 60 минутқа қоямын, 1 сағатқа. Бірақ әркімнің печкасы әртүрлі ғой. Мысалы, менің печкам өте жақсы істейді, қызуы жақсы қыздырады. Сондықтан мен 45 минутта аламын. Мен өзім мына беті стекло болғандықтан мен көріп тұрамын. Сіздерде енді қалай екен білмеймін, бірақ 120 градуспенен 50 минут 1 сағат 20 минут қой, негізі печкаларыңызға қарай көресіздер. Енді 1 сағат 20 минут қой деп айтты деп өртеніп кетіп жүрмесін. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай осылай шығады. Қазір мен аламын, міне өздігімен алыну керек. Көтерген кезде көрдіңіз, жабыспайды, құп-құрғақ. Қазір мен осы жерден біреуін аламын да сіздерге сындырып көрсетемін. Беземіз дайын. Міне іші құп-құрғақ болып шықты, көріп тұрғандарыңыздай. Менің айтқаным бойынша жасасаңыздар, өте дұрыс шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай безе өте әдемі шықты, ауызда ериді. Астарыңыз дәмді болсын. Подписываться етіп, тіркеліп кетіңіздер. Ұнаса лайк басып кетіңіздер.